Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Аружан. Бүгін сіздермен жаңақтан қосылған сласена пирогының рецептімен бөлісетін боламын. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Пирогты дайындау үшін бізге жұмыртқа, қант, қамыр қосытқыш, ванилин, ұн, жаңғақ және де қойытылған тәтті сүтіміз қажет болады. Алдымен бөлек ыдысымызға жұмыртқаны, қантты және де сары майымызды салып дайындап аламыз. Одан соң құрғақ ингредиенттерімізді дайындауға кірісеміз. Електен өткізілген ұнға қамыр қосытқышты, ванилинді салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан соң осы екі массаны біріктіріп, жұмсақ қамыр жасаймыз. Біздің қамырымыз жұмсақ әрі қолға жабысқақ болуы пирогымыздың жақсы көтерілуінің ең негізгі бір себебі болып табылады. Бізде осылайша қолға жабысатын жұмсақ қамырымыз дайын болды. Енді осы қамырды табаға орнатуды бастаймыз. Табаға орналастырған кезде табаны ешқандай майлаудың қажеті жоқ, себебі біздің қамырымыздың құрамында майдың үлесі жетерліктей. Пісіп шыққан кезде жабысып қалады деп ешқандай қорықпастан орналастыра берсеңіздер болады. Қамырды орналастырған кезде ешқандай кедергі, қиындық тудырмас үшін қолымызды ұнға малып отырып, осылай барлық жағына жетерліктей етіп жайып шығамыз. Біздің қамырымыз сондай тыңдағыш әрі жұмсақ болғандықтан тез жайылып шығады. Содан соң ортасын баса отырып, пицца тәрізді етіп, жағаларын дайындаймыз. Міне осындай етіп, себебі біздің қойытылған тәтті сүтіміз шетінен ағып түсіп кетпес үшін. Міне осылай дайын болған қамырымыздың үстіне жаңғақтарымызды орналастырамыз. Жаңғақ толықтай жетпей қалған жерлерін қолымыздың көмегімен орналастырып шықсақ болады. Міне осылай қолымыздың көмегімен жетпеген жерлеріне жайып шығамыз. Жаңғақты қалауыңызша майдалап дайындап алсаңыздар да болады, бірақ мен осылай жасағанды дұрыс көрдім. Одан соң үстіне қойытылған тәтті сүтімізді құйып шығамыз. Оны да бөлек сыртқа ертерек шығарып қойсаңыздар, сұйық күйінде жақсы құйылып шығады. Осылайша пирогымызды қызып тұрған 180 градустағы пешке 15-20 минутқа пісіріп аламыз. Енді әркімнің пеші әртүрлі, бірақ соған қарай отырып пісіріп алыңыздар, себебі бұл жұмсақ қамыр 15-20 минутта кейбіреулеріңізде тез пісіп қалуы мүмкін. Міне осылайша біздің үлпілдек пирогымыз дайын. Жасап көріңіздер. Мені жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыз.